Әлемде әлеуметтік қолдауда жетістікке жеткен мемлекеттер баршылық. Дегенмен жер шары халқының 55% әлі де әлеуметтік қорғауға мұқтаж. Бүгін біз бағдарламамызда Қазақстанда әлеуметтік осал топты қолдайтын қандай бағдарламалар бар және олармен қандай мекемелер айналысатындығы туралы талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге Ләззат Қожахметова, ой талқы. Құрметті қатысушылар, құрметті көрермендер, қош көрдік. Енді жақында осы қазан айында біз жыл сайын әлеуметтік сала қызметкерлерінің мерекесін атап өтеміз. Осы кедейлік пен теңсіздікті жою мақсатында біздің мемлекетте қаншама шаралар жүзеге асырылуда, соның барлығында көрінбей отырған қаншама адамның еңбегі бар, я? Ол әрине сіздер. Төлем жасау, тұрмысы төмен отбасыларға көмектесу, мүмкіндік шектеулі азаматтарды қолдау, осының барлығы сіздердің арқаларыңызда, мемлекетке берілген патриоттық сезімдеріңіздің арқаларыңызда жүріп жатыр. Бүгін біз енді осы әлеуметтік саланы жүргізіп отырған кімдер, қандай мекемелер және қандай бағдарламалар бар Қарағанды облысына, сол туралы талқылаймыз. Енді жалпы біздің Қарағанды қаласында жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды қолдау деген мекеме бар. Оның ішіне бірнеше коммуналдық мекеме кіреді. Осы жалпы осы мекеме туралы айтыңызшы. Жалпы біздің Қарағанды қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімі Қарағанды қаласының тұрғындары, оның ішінде осал топтағы, әлеуметтік топтағы жандарды, яғни өмірлік қиын жағдайға тап болған және ардагерлер дейміз, мүгедектігі бар жандар, көп балалы отбасылар, аз қамтылған отбасыларды қолдау бағытында осы мемлекеттік мекеме арқылы көптеген қызметтер көрсетіледі. Атап айтсақ, 17 мемлекеттік қызмет түрі бар. 17 қызметтің түрінің барлығы бүгінгі күнге электрондық түрде, әрбір тұрғын электрондық түрде ол қызметтің түрін ала алады. Мемлекеттік мекемелердің барлығы әлеуметтік, арнайы әлеуметтік қызметтер түрін көрсетіледі. Өзі арнаулы әлеуметтік қызметтердің түрі де өзі кепілдендірілген түрлері бар. Кепілдендірілген түрлері енді стандарт бойынша бекітілгендіктен бұл мемлекеттік мекемелер арқылы жаңағы өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтар Қарағанды қаласының тұрғындары алады. Әлеуметтік қызметтерден де басқа бізде әлеуметтік қолдаудың бір түрлі ол әлеуметтік көмектің түрлері, жаңағы аз қамтылған отбасыларға көрсетілетін атаулы әлеуметтік көмек, тұрғын үй бар, бірақ осы коммуналдық қызметтер мен шығындарға өзінің жаңағы алып отырған зейнетақысы мен жәрдемақысы жетпей жатқан жағдайда да әлеуметтік қолдаудың түрлері бар. Мерекелік және атаулы күндерге көрсетілетін бізде бір жолға әлеуметтік төлем түрлері де бар. Бұнда айта кеткен жөн. Барлығымен жұмыспен қамту бөлім айналысады ғой, я? Я, біздің бөлім айналысады. Енді бізде қазіргі таңда көбінесе қалаға халық жөңкіліп көшіп келуде, ауылда жұмыс аз болғандықтан, күнкөріс шегі қиын болғандықтан Қарағанды қаласына көшіп келетін азаматтар бар, бірақ олар тұрғылықты мекен жайы жоқ, тұрғылықты тіркеу жоқ азаматтар бар. Соған сіздердің мекемелеріңіз қандай қызмет көрсетеді? Мысалға, үй баспанасы жоқ, тіркеу жоқ, құжаттарын жоғалтып алған азаматтар, оған қандай көмек көрсетесіздер? Өмірлік қиын жағдайға тап болған тұлғаларға біздің орталықтан уақытша тіркеуге, құжаттарын рәсімдеуге, осы дәрігерлік, терапевтік көмекке мұқтаж адамдарға мүгедектік топты алып беруге жәрдемдесіледі. Яғни сіздер тіркеуге тұрғызасыздар ма, тіркеуі жоқ адамдарды? Тіркеуге тұрғызамыз. Өз мекемелеріңізге тұрғызасыздар? Өз мекемемізге тұрғызамыз. Екі үй жоқ адамдар. Қандай сонда кез келген қиын жағдайдағы азамат бара алмай ма? Кез келген өмірлік қиын жағдайға түскеннің барлығын бұл қабылдай бермейді. Және сіз өз сұрағыңызда да айттыңыз, Қарағанды қаласына көшіп келген емес, Қарағанды қаласында үй тұрғылықты жері жоқ. Бұл уақытша тұратын мекеме болғандықтан, яғни тұрғылықты жері жоқ адам ол жерге түседі, түскеннен кейін медициналық қандай да бір айғақтамалары болса, медициналық қарсы көрсетімдер болмаса, мысалы туберкулезбен ауырмаса, қандай да бір жұқпалы аурулармен ауырмайтын болған жағдайда бұл бөлімшеге, орталыққа қабылданады. Яғни бұл адамды қайтадан әлеуметтендіру деп аталады. Орталықтың аты содан тұрады. Егер де ол кісінің денсаулығы нашар, мүгедектік алуға несі сұрағы болған жағдайда мүгедектік алуға көмектеседі. Жұмысқа тұрғызу керек болса, жұмысқа тұрғызады. Егер де қарт жасқа келіп
ешқандай құжаты жоқ адамдар негізі бұл жерге түседі. Жылдап жататындар бар, ондай қиындықтар бар, оны айта кеткен дұрыс. Өйткені бұрынғы КСРО заманында СССР дейміз ғой, сол кездегі паспортпен әлі күнге дейін жүріп құжаттандырылмаған адамдар бар. Яғни көшеде жүрген кезбе адамдар жатады ғой, түсінгенімше. Былай айтқанда, үй күйі жоқ, ішімдікке салынған көбісі, құжаттарын жоғалтқан, баспанасынан айырылған, және бас бостандығынан айыру орындарынан да келеді адамдар. Оларға да бізде басты мақсатымыз әлеуметтік және медициналық көмек көрсету. Біздің орталыққа орналасатын адамдардың 18-ден жастан асқан адамдар болу керек, тұлғалар. Және туыстары болу керек па? Туыстары болса да жатқыза бересіздер ма? Туыстары барлар бар, олар уақытша қиын тап болады, кейбір адамдар, кейбір тұлғалар. Қиын жағдайға тап болады, ол кезде олардың тіркеу орындары өздерінің баспанасы болмағандықтан, өздерінің құжаттарын рәсімдеуге қиналады. Сол кездерде біздің орталыққа оларды тіркеуге алып, құжаттарын рәсімдеп. Яғни сіздер оларға тегін төсек орын бересіздер? Тегін төсек орын, тегін 4 мезгіл ыстық тамақтары. Киім-кешекпен қамтисыздар ма? Киім-кешектер. Бұл кісілер жуындырады, киіндіреді, тамақтандырады, гигиеналық құрал жабдықтармен қамтамасыз етеді. Егер және зейнеткерлік жасқа толып жатқан адамдар болса, зейнетақысын тағайындауға көмектесіп, ары қарай жаңағы қарттар үйі, мүгедектер үйі сол жерге орналастырады. Егер туыстары бар болған жағдайда, туыстарын анықтайды. Ол кісілерді туыстарымен қосады. Сонда қанша уақытқа дейін жатуға болады? 1 жылға дейін жатуға болады. Ары қарай егер құжаты толық нетілмесе, жасалмаса, қалпына келтірмесе, онда ары қарай 1 жылға тағы. Сосын бұл азаматтар, жылдап жатқан азаматтар бар ма? Бар. Бұл азаматтардың көбісі басқа мемлекеттен келген. Мысалы, Украина мемлекетінен келген адамдар бар, азаматтар. Олардың жаңағы сұрау хаттарына Украинадан жауап келмейді. Ондай нелер бар. Яғни құжаттары анықталмаған жағдайда қалпына келмесе, олар жата береді ғой, Олар үшін жұмыспен қамтумен айналысасыздар ма? Жұмыспен қамту, егер олар жұмысқа жарамды болса, біз олардың құжаттарын рәсімдегеннен кейін жұмысқа орналастырамыз. Жақсы, енді осындай кейбір өз көрермендердің арасында бар ғой, туыстары бар жүрген, осында кезбелікпен айналысып кеткен, не болса қаңғыбас болып кеткен, яғни осы азаматтар сіздерге қай мекемеге, қай мекенжайға барып жүгіну керек? Бізде Қарағанды қаласында, Майқұдық ауданында, архитектурная 10 көшесінде орналасқан. Бұл орталықта сосын мобильдік топ жұмыс істейді. Егерде қандай да бір Қарағанды қаласының тұрғындарына хабарлама ретінде айтуға болады. Егер осындай кейбір енді қазір суық келе жатыр, суық ауа райында, если далада осындай тұрғылықты жері жоқ адамды көріп қалсаңыз, осы архитектура 10 көшесінде орналасқан, осы қайтадан әлеуметтік орталығына хабарласуға болады. Туыстары келіп алып кетіп жатқан жағдайлар бола ма, әлде әке өздері тапсыратындар бола ма? Алып кеткен жағдайлар бар, әкеліп тапсыратын жағдайлар да болып отыр. Ол өйткені себебі ол адамдардың өздерінің баспаналары жоқ, нақты тұрақты жерлері жоқ. Сол кісілер өздерінің туысқандарын әкеліп орналастырады. Сосын полиция хабар бересіздер ма? Енді мысалға іздеуде жүруі мүмкін ғой бір адамдар. Не болмаса есін жоғалтып көшеде жүруі мүмкін ғой. Бізде өзіміздің территориалдық участковый инспекторлар күнде десе болады, келіп өздері тексеріп отырады. Жұмыспен қамту бөлімінің тағы бір көрсететін қызметі бар. Яғни бір реттік төлемдер береді, мерекелер сайын бере ма, сонда кімдерге береді және қандай мақсатта беріледі? Жергілікті маслихаттың шешімімен бекітілген қағидаға сәйкес әр мереке күндеріне әртүрлі санаттардың түрлері бекітілген. Енді атап айтқанда ауған соғысының ардагерлері бар, Чернобыль атом электр станциясын жарылысын залалсыздырған тұлғалар бар. Сонымен қатар жеңіс күніне Ұлы Отан соғысының ардагерлері, мүгедектігі бар ардагерлер, тыл ардагерлері, осы атылған тұлғаларға бір реттік төлемдер қарастырылған. Сонымен қатар осы жақын арада міне мереке күндеріне жекелеген адамдарға бір жылғы материалдық көмектер аталып көрсетілді. Атасақ, 1 қазан күні, яғни қарттар күніне
бізде Қарағанды қаласында белгілі санат бекітілген, яғни 75-тен асқан қарт адамдарға бір жолғы материалдық көмек көрсетілді 20 000 теңге көлемінде. Сонымен қатар мүгедектігі бар тұлғаларға, барлық топтағы мүгедектігі бар тұлғаларға бір жолғы материалдық көмек көрсетілді 20 000 теңге көлемінде. Және де жақын арада биылғы жылдан бастап бірінші рет ауған соғысының ардагерлеріне, тағы да басқа ардагерлерге коммуналдық төлемдерге, яғни көмір алуға дейміз ғой, қағида бойынша 12 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір жолғы материалдық көмек көрсетілді. Яғни ең осы қыс бұл айларында. тек ардагерлерге ма? Жоқ, бұл ардагерлерге, иә, тек қана. Яғни қандай да бір соғысқа қатысқан ардагерлерге ғана беріледі. Жаңағы ауған соғысының ардагерлері, Чернобыль атом электростанциясын заластыруға қатысқан тұлғалар, осы тұлғаларға бір реттік коммуналдық төлемдерге берілген. Көмір алуға беріледі. Көмір алуға, иә, атау өсу. 12 айлық есептік көрсеткіш, яғни теңгемен татағанда 44 304 теңге. Бұл ең бірінші биылғы жылдан бастап берілген көмек, яғни жыл сайын көмек түрлері бізде толып жатыр. Науқас балаларға беріледі ғой тағы да, иә, науқас адамдарға. Науқас адамдарға атап өтсек, бізде туберкулез ауруымен ауыратын адамдарға беріледі, яғни арнайы туберкулез диспансерінің тізімі бойынша әр адамға 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 18 460 теңге жылына 4 рет көрсетіледі. Әр мереке күніне. Бізге тізім беріледі, сол тізім бойынша біз атап жаңағы есеп шоттарын көрсетеді, яғни сол есеп шоттарға біз аударамыз. Сосын жетіспен ауыратын балаларға, иә? Иә. Көп балалы аналарға қай кезде көрсетіледі? Көп балалы аналарға бізде 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне халыққа қызмет көрсету орталық дейді ғой, қазір енді зейнетақы орталығы. Солардың тізіміне сәйкес біз автомат түрде адамдардың өтініш бермей-ақ сол тізім бойынша аударамыз. Яғни қандай мемлекеттік мереке бар, барлық мерекеде бір реттік төлемдер жыл сайын жасалып отырады. Ешқай тұлға келіп бізге өтініш білдірмейді, бізге жаңағы есеп шоттарын тасып жүрмейді, кезекте тұрмайды. Біз барлығын белгілі өзінің мемлекеттік органдарынан сұрау хатпен аламыз жауабын, сосын кейін біз адамдарға есеп шоттарын автоматты түрде аударамыз. Яғни бұл Қарағанды қаласында жәрдем ақы алып жүрген азаматтарға, иә? Кейбір азаматтар болады, Қарағанды қаласында тіркеуге тұрған, бірақ жәрдем ақысын ауылдан ала береді. Оларға беріле ма? Ол жағдайда олар тізімде болмайды, жаңағы зейнетақы орталығымен. Ондай жағдайда бұл кісілерге Қарағанды қаласына тіркеуге тұрған жағдайда міндетті түрде жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығы, яғни соған өтініш білдіру керек. Зейнетақы ісін жаңағы ауданнан босын аудару керек деген. Сол жағдайда ғана олар біздің тізімде болады. Бұл біздің жергілікті мәслихаттың шешіммен болатын шешім. Яғни кейбір аудандарда, қалаларда, басқа қалаларда бұндай төлемдер жоқ, мен мысалы білемін. Теміртауда бар, әр қаланың өзінің жергілікті мәслихаттың шешім болады. Олардың мереке күндері басқа болуы мүмкін, және де материалдық көмектің мөлшері әртүрлі болуы мүмкін. Барлық ауданға, қалаға міндетті төлем, иә? Бар. Өйткені бізде үкіметтік қағида бар. Үкіметтің жалпы қағида бар. Сол қағидаға сәйкес әр қала өзінің аудан өзінің жергілікті шешімін шығарады. Қай мереке күніне, қандай тұлғаларға, және де мөлшерін әр бюджеттік мүмкіндігіне байланысты әкімдіктің соған қарай бекітеді. Өте жақсы. Қосымша қоса кетейік. Бұл жерде сұрақ туындауы мүмкін. Бізде мүгедектігі бар балаларға да бір жолғы төлемдер бар. Ол маусым айында біз бір рет жүргіземіз, 40 000 теңге көлемінде. Балалар күніне орай, иә? Балалар күніне. Сосын осы бюджеттік бағдарлама бойынша бізге жаңағы Ұлы Отан соғысына қатысушыларға коммуналдық төлемдеріне біз төлем жасаймыз. Осы әлеуметтік желілерден көріп жатқан шығарсыздар. Мысалы үшін біз кеше ғана осы Қазақстан Республикасы күніне қандай да бір төлемдер жүргізіледі деп инфографиканы салдық. Соны инфографияны комментарий оқимыз ғой, адамдар не жазады. Сол кезде былай айтып жатыр, неге Ұлы Отан соғысына қатысушыларға көмек 15 000, а мүгедектерге мүгедектігі бар тұрғалар 20 000, басқалары 20 000. 44 000 дейді ғой ардагерлер. Бұл кісі, сөйтіп жазылған ақпаратта енді толық адамға жеткізу мақсатында бір толық ақпарат бере кетейін. Бізде Ұлы Отан соғысына қатысқандар бүгінге 6 адам. Бұл кісілердің барлығы коммуналдық қызметтен босатылған. Яғни бұл кісілер коммуналдық қызметке төлемейді. Біздің
төлеп отырған 15 000 теңгеміз бұл тек қана жаңа қоқыс шығару мен КСК дейміз ғой, осы екі қызмет үшін төлеп отырғанымыз бар. Ал ол кісілер коммуналдық қызметтерден босатылған, және ол кісілерге 9 майда біз 2 миллион теңге көлемінде бір жолғы әлеуметтік жаңағы көмекті жүргіздік. Сонда Ұлы Отан соғысы ардагерлері сол үйде тіркеуде тұру керек пе, әлде қожайын Тіркеуде болу керек пе? тұру керек міндетті түрде. Бір ғана, если тұрғын үйі болса, бір ғана жерде тіркелген жағдайда біз тізім Үйдің береміз. қожайыны болу міндетті емес. Жоқ, ондай талап жоқ. Сол жерде тұрып жатып, сол жерде тіркелген. Негізі бүгінге барлығын атында, 6 адамның атында да сол тұрғын үй тіркелген. Сол жаңағы мағлұматты біз қызмет берушілерге береміз. Жаңағы Қарағанды жарық, Қарағанды жылу, Қарағанды су дейміз, осыларға береміз. Ол кісілер жаңа алып тастайды да, сумасын квитанция түбіртекті. Яғни олар жарық, жылу, су ештеңе төлемейді екен ғой. Төлемейді ол кісілер. Яғни мемлекеттік емес мекеме болса да, олар өздігінен босатқан ба, әлде заң бар ма? Меморандум бар, меморандум. Қарағанды қаласының әкімдігі және мәслихатпен осы қызмет берушілер арасында меморандум бар, келісілген. Өмір бойы осы кісілер қызметтерден босатылған. Өте жақсы екен. Осы коммуналдық төлем туралы айтып жатырмыз ғой. Сіздерде осы мекемеде, яғни газ орнатуға, тағы да тұрғын үй жәрдемақысы деген бар ғой, сол туралы айтып өтіңіздерші. Тұрғын үй жәрдемақысына көптеген өзгерістер енгізілді. Негізі бұл тұрғын үй көмегі жалпы аз қамтылған отбасыларға деп арналған ғой. Аз қамтылған отбасыларға деп арналғанмен оның әлеуметтік кейбір шектері болатын. Судың шегі, жылу қуат, свет дейміз ғой, жарық қуатына дейміз, суға, осының бәріне шектеулер болатын. Қазір бұл шектеулердің барлығын алып тастады. Қандай шектеу болды сонда? 30% деген ба, қандай шектеу болды? 30% емес, мысал үшін светтің өзі киловатты болды. Судың бір адамға өзі шығыны бар ғой, бір адам осындай шығын ғана шығару керек, одан артық. Әрбір ненің шығыстың, коммуналдық шығындардың шегі болды. Бұл шектің бәрі алынып тасталды. Яғни бұрынғы 3% дейміз ғой, барлық зейнеткерлер үшін және басқа да азаматтар үшін, яғни табыс көзі бар ғой, табыс көзінің 3% дейміз. Осы 3%-нан коммуналдық қызметтер шығыны асып кеткен жағдайда біз соны толықтырып төлейміз. Ал басқа мүгедектігі бар тұлғалар үшін оның жалпы отбасының табысының 4%-нан жаңа коммуналдық қызметтер асып кеткен жағдайда онды төлейміз. Бірақ оның бәрі әлеуметтік шектің көлемінде болатын. Қазір ол көлемді алып тастады. Яғни 4%-дан асып кетті ме жаңағы шығыны? 4% деген қалай сонда мәселе? Мысал үшін 100 000 дейік пенсиясы. Зейнетақы алады 100 000. Ол кісінің 3%-ын аламыз. 3 000 ба? Осы коммуналдық шығындар 3 000-нан асып кеткен жағдайда, мысалы 10 000 шығып тұрма, қалған 7 000 біз сіздер төлейсіз. Мүгедектердің мүгедектер үшін 4%, мүгедектігі бар тұлғалар үшін, а зейнеткерлер мен басқа тұлғалар үшін 3%. Енді барлығы асып кетеді ғой, барлық мүгедектіктер. Егер ол кісі жұмыс істейміз, ол отбасында өзі ғана емес, басқа да отбасында 2 зейнеткер тұруы мүмкін, баласы жұмыс істейтін келіні тұруы мүмкін. Бірақ бұл жалғыз басты, жалғыз тұратын зейнеткерлер үшін қомақты көлемдегі көмек, және мүгедектігі бар тұлғалар үшін де үлкен көмек. Яғни бұл зейнеткерлерге, мүгедектігі бар жалғыз тұратын азаматтарға өте аз қамтылған отбасыларға да өте жақсы. Атаулы көмек алатындар ілге ма бұл көмекке? Бәрі ілігеді, жаңағы ол үшін жаңағы міндетті түрде жұмыссыз болса, жұмыссыз ретінде тіркеуде тұру керек. Және тұрғын үй, бірақ тұрғын үй болу керек. Атында, өз атында, бірақ. Яғни атында үй болу керек. Жалдап тұрған жарай ма? Жарайды. Ол үшін жеке келісім шарт болу керек. Келісім шарт міндетті түрде кімнен аренда алып отыр, жалға алып отырған кісімен келісім шарт болу керек. Және міндетті түрде мүгедектігі бар адам немесе зейнеткерде республика бойынша бірақ тұрғын үй болу керек. Республикасы бойынша бірнеше тұрғын үй болса, ол аз қамтылған азаматқа жатпайды. Түсінбей жатырмын. Мәселен, атаулы әлеуметтік көмекте отбасының бүкіл табысын қосатта, сол 33 000 теңгеден аспау керек, бір адамға шаққанда. Енді осы тұрғын үй көмегінде қалай сонда? Түсінбей жатырмын. Тұрғын үй көмегінде, мысал үшін зейнеткер, жаңа мысал айттым ғой. Отбасында 3 адам бар. 3 адам емес, 1 адам деп есептейік. Ал, 1 адам. Қиындатпайық. 1 адам зейнеткер 100 000 дейік. Пенсиясы зейнетақысы 100 000. Осының 3%-і 3 000 теңге ма? 3 000 теңге.
Значит, осы 3000 теңгеден коммуналдық қызметтер асып кеткен жағдайда айырмашылығын біз төлейміз. Жақсы, бір адам болса, ал енді 3 адам бар дейік. Олардың табысы 200 мың. Барлығын қосамыз, барлығын. 200 мың дейсіз бе, 3 адамның? Осы 3 адамның 200 мыңның 3%-ын аламын, 6 мың ғой. Сол 6 мыңнан асып кеткен жағдайда ары қарай. Түсінді, мен де түсіндім. Қанша адам бар, отбасыны қосамыз, сосын отбасының барлық табысын қосамыз, сосын адам санынан бөлеміз. Айлық емес, 90-дығын аламыз сосын. 90-дық. Соның, мысалға 5 адамдыққа 15 мың теңге болатын болса, комуслугасы 15 мыңнан асып кететін болса ғана, қалған айырмашылық толық төленеді. Толық төленеді. Ол үшін құжаттарды қайда тапсыру керек? Құжаттарды электрондық не арқылы, үкімет арқылы ма? Үкімет арқылы, немесе халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы тапсырылады. Сосын жаңадан бір енгізілген қомақты көмектің бір түрі қатты отынды алу дейміз ғой, жаңағы көмір сатып алуға. Оған да біз әлеуметтік топтағы нысанда нелерді қостық, азаматтарды, яғни міндетті түрде адам басына шаққандағы орташа есептік көрсеткіш күнкөріс деңгейімен есептейміз. Яғни адам басына 130.221 теңгеден аспаған жағдайда бір реттік жаңағы көмір алу үшін көмекті көрсетеміз. Неше мың теңге? 12 айлық есептік көрсеткіш, ол 44 мыңның көлемінде. Ол жаңа бізде ауған ардагерлеріне ғана деді ғой. Ол кісілерге тізім бойынша, ол кісілердің табысына қарамай, ол кісілерге қатты отын ғана емес, ол коммуналдық шығын, қатты отын бәрін алуға, көмір алуға. А мына жерде таза көмір алуға ғана, жаңа тұрғын үй көмегінен басқа көмір алуға ғана бұл арналған. Яғни 130 мың теңгеден асып кетсе, я? Әрбір адамның басына шаққанда 130 мыңнан асып кетсе, орташа есептік. Онда енді жер үйде тұратындардың көбісі ілігеді ғой бұға? Ал жалғыз басты, жалғыз тұратын мүгедектігі бар тұлғалар үшін жаңа табыс көзі есептелінбейді. Ол кісілер жаңағы 44 мыңға дейінгі көлемде алды ма, сол көлемде. Егер одан асып кетсе, ол асып кеткенін біз төлемейміз, тек қана сол көлемге дейін ғана. Яғни кімдерге бірден беріледі? Қарттарға, жалғыз басты тұратындарға, жер үйде тұратындардың барлығына. Бір ғана тұрғын үй болса, ол үй атында болу керек па, әлде жалдап тұру керек па? Міндетті түрде атында болу керек, немесе сол үйдің отбасының мүшесі мүгедектігі бар тұлға болса, соны қарастырамыз. Яғни бұл биылдан бастап бірінші рет енгізіліп отыр. 12 айлық есептік көрсеткіш дейміз, 44 мың. Бүгінге енді келіп жатқан адамдар бар, бірақ тағы да бұның көлемін арттырамыз ба деген мақсатымыз бар. Қандай жерлерін сатып алу керек сонда? Енді қазіргі ИП дейміз, жаңағы жеке ТО-лары, жауапкершілігі шектелген серіктестіктер көбіне көп қой. Міндетті түрде онсыз болмайды, түбіртексіз болмайды. Енді газға келейікші. Газдандыру, яғни бүгінгі қарқынды жұмыс жүріп жатыр Қарағанды қаласы бойынша. Оған да қаражат қарастырылған. Негізі атап кетсек, біздің осы әлеуметтік қолдау жүйесі бойынша бюджеттен бөлінетін ақша ешқашан қысқармайды, толық көлемде береді. Жетпей жатқан кезде Қарағанды қаласы бюджетіне міндетті түрде осы көмек түрлерін көрсетуге ешқандай бізге қысқарту деген болмайды. Негіз бізде бюджетті жақсы қолдайды осы әлеуметтік қолдау саласы. Біздің бөлімнің өзі, осы әлеуметтік қолдау бөлімнің өзінің осы әлеуметтік көмек дейміз ба, қызметтер дейміз ба, осының бәрін жалпы алып есептегенде өзі 9 миллиардтан асады біздің. Бұл тек қана қызмет, көмек көрсетуге бөлінген қаражат көлемі. Ал жаңағы газдандыруға берілетін әлеуметтік көмекті толығырақ айта кетсек, бұл жаңағы неге ұқсайды, қатты отынның несіне. Яғни газдандыру құбырын үйге кіргізді, орнатты, бірақ материалдық көмек мемлекет тарапынан берілетін. Бұл 100 айлық есептік көрсеткішпен аспайды. Яғни 369 мың көлемінен асырмай, соған кейбіреулер миллионға қояды, кейбіреу 800 мыңға қояды. Бірақ біздің мемлекет ол кісінің 369 мың көлемінде ғана қаржылық көмекті көрсетеді. Яғни бұл жерде де адам басына шаққандағы ең күн көріс деңгейінің 3 еселігін есептейміз. 130.221 теңгеден аспау керек әр адам басына.
Бірақ жалғыз басты, жалғыз тұратын мүгедектігі бар тұлғалар және зейнеткерлерге біз ешқандай табыс көзін есептемей-ақ жаңа мемлекет тарапынан 369 мың теңге көлемінде көмекті көрсетеміз. Ол үшін қайда жүгіну керек, қайда құжат тапсыру керек? Біздің бөлім қазір Қарағанды қаласында, Қарағанды қаласының тұрғындары үшін Чкалов көше 7-ші үйде әлеуметтік қызметтер орталығы ашылған болатын, барлығы білет. Осы жылдың ақпан айынан бастап сол жерде мемлекеттік қызмет көрсету секторы бар. Сол секторда жеке өзіне өзі қызмет көрсету үстелдері орналастырған. Ол жерде консультант кеңесшілер бар. Кеңесшілерге жүгіне отырып, және қандай да бір консультация ақпаратты ала отырып, ЕЦП көмегімен сол жерден қызметті бере алады, біз көмектесе аламыз оған. Қолында міндетті түрде актісі болу керек, жаңағы міндетті түрде келісім шарты болу керек. Осы ең негізгі құжат болып табылады, өйткені оны құбырды үйге енгізіп орнату туралы ол мәлімет қой. Сондықтан сол құжаттарды қабылдаймыз және банктік счеты міндетті түрде жаңа зейнетақы немесе жәрдемақы алатын. Өте тамаша. Енді жұмыспен қамту бөлімінің ең басты міндеттерінің бірі мүгедектігі бар азаматтарды қолдау. Соған байланысты қандай қызмет түрлері көрсетіледі? Енді жалпы Қарағанды қаласында 25 мыңға жуық мүгедектігі бар адамдар бар, оның 2,5 мыңы балалар. Мүгедектігі бар адамдарды оңалту, абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады. Оның ішіне, яғни оңалтудың техникалық құралдары және әлеуметтік көмек кіреді. Яғни көзі нашар көретіндерге тифло құралдар, есту қабілеті нашар адамдарға сурдо техникалық құралдар, протездік ортопедиялық құралдар, гигиеналық құралдар кіреді. Сонымен қатар жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметі кіреді. Санаторлық ем қамтамасыз етеміз. Барлық осы мемлекеттік қызметтің түрлері ғой, оңалту құралдары. Оның барлығын әлеуметтік қызметтер порталы арқылы, яғни Әлеумет gov.kz, әлеумет егов.kz сайтынан, gov.kz сайтынан таңдайды. Яғни ешқандай өзі жаңағы цифрлық қолтаңбасы арқылы өзі дербес, өзіне яғни ыңғайлы, керекті жеткізушіні таңдауға мүмкіндігі бар. Енді сіздерде электронды түрде қызмет көрсетуге болады, бірақ үнемі көреміз сіздерге қызмет алуға келетін азаматтар көп. Көп, бірақ бұрынғы жылдармен салыстырғанда қазір көбісі үй жағдайында таңдауға уже үйреніп келе жатыр. Енді сіздерде балаларға памперс алуға болады, мүгедектігі бар балаларға. Жаңа атап өттім ғой, гигиеналық құралдарға, оған жаңағы жергілікті. Одан бөлек сіздерде Қарқаралыда биылдан бастап қарт адамдар. Биылдан бастап қарт адамдарға мүгедектігі бар адамдарға оңалтуға жіберіп жатсыздар. Оңалтуға 14 күнге жібереміз. Оған сұраныстың жоғары екенін көріп отырмыз. Сол туралы айтыңыздаршы. Қарт жасындағы, яғни бұл медициналық жаңағы карта, медициналық қорытынды бойынша қандай да бір бұл кісіге ем алу негізі болған жағдайда ғана біз осы Қарқаралы оңалту орталығына ем алу жағдай болса ғана да? Ем алу, өйткені ол жерде емделу шаралары ғана жүреді. Ол кісіде демалыс емес, ем шаралары ғана жүреді. Қазір Қарағандыда зейнет жасындағы адамдар Қарқаралыға емделуге барады екен деп елдің бәрінің аузында жүр. Емделуге ғана барады. Емделуге барады. Яғни ол үшін өздерінің терапевт дәрігерлеріне барып, көрсетпені алып, сосын сіздерге тапсыру керек. Солай ғой? Міндетті түрде бізге тапсырады. Сосын ол кезекке қоямыз, кезекке келген кезде хабарланады ол кісілерге, сосын әрбір өзінің нелері бар, белгілі күндері бар. Қабылдайтын сол күндерге байланысты қабылдайды осы кісілер. Тағы мүгедектігі бар азаматтарға тағы қандай жеңілдіктер бар бізде Қарағанды қаласында? Жолақы билетіне бар, Жолақы билетіне барлық мүгедектігі адамдар өзі тегін қолдана алады. Және де бізде инватакси қызметі бар. Инватакси қызметі, яғни ол арнайы өзі санаттары бар. Кресло арбамен қозғалатын балалармен жаңа мүгедектігі бар адамдарға және бірінші топ мүгедектігі, яғни жеке көмекшісі бар қызметін алатын адамдарға, сосын аутистік спектрі бұзылған балалар, және биыл біз Дауна диагнозы бар балаларды қостық. Жалпы өзі 800-ден астам адам осы инватакси қызметін пайдаланады. 80 автокөлік бар. Барлық автокөліктерге валидатор. Жұмыс қайда апарады инватакси? Енді ең бірінші ол жұмыс орны мен оқу орны.
Одан кейін енді жаңағы медициналық жаңағы жергілікті мемлекеттік органдарға, сот бар, сол сияқты жаңағы нотариус бар, мәдени орталықтарға. Соларға. Енді оның қызметін алу үшін қайда жүгіну керек? Мысалға, баласы мүмкіндік шектеулі, не болмаса үйінде бірінші топ мүгедектігі бар азаматтар қайда барып өтінім қалдыру? Ең бірінші бұған жаңағы жергілікті тұрғылықты жер бойынша дәрігерге, учаскелік дәрігерден қорытынды алу қажет. Егер оған жаңағындай негіздемесі болса, жаңағы жеткізушіге құжат тапсыру керек. Оған жаңағы қорытынды дәрігерлік. Жеткізуші қай жерде отырады? Бізде өзі Қарағанды қаласында 3 жеткізуші бар. Малика қоғамдық бірлестігі, Центр социальных услуг қоғамдық бірлестігі және Астана қоғамдық бірлестігі бар. Мүгедектігі бар, сіздер қарт адамдар, жалғызілікті адамдардың үйде күтімді қажет ететіндерге барасыздар, иә? Яғни сіздердің мамандарыңыз оларға қызметші ма, жеке көмекші болып тағайындалған ба? Жоқ, әлеуметтік қызметкер ғой. Қазыбек би ауданы бойынша 956 тұлғаға қызмет көрсетеміз. Оның ішінде біздің әлеуметтік қызметкерлер қандай тұлғаларға? Кез келген жалғыз басты қарт азаматтармен бірінші, екінші топтағы жалғыз тұратын мүгедектігі бар тұлғаларға, 18 жастан асқан психоневрологиялық ауытқуы бар балаларға және мүмкіндігі шектеулі балаларға қызмет түрлерін, әлеуметтік қызмет түрлерін көрсетеді. Бұл жерде әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік медициналық, әлеуметтік педагогикалық, әлеуметтік психологиялық, әлеуметтік мәдениеттік, экономикалық және құқықтық түрлерін көрсетеміз. Бұдан басқа жаңағы үйіне біздің әлеуметтік қызметкерлер 7-сіне 2 рет барып қызмет жасайды, керек жарақтарын жеткізіп береді, поликлиникаға сопровождать етіп алып келеді, аптекаға, магазинге деген сияқты жаңағы біздің әлеуметтік қызметкерлер осы 8 қызмет түрін көрсетіп береді сол кісілерге. Енді мен жаңа түсінбей жатқаным, кейбір адамдардың туыстары көмекші болады дедіңіздер. Ал енді сіздерде мемлекет әлеуметтік қызметкерлер, соның айырмашылығы қандай? Ол жерде индивидуальный помощник, жеке көмекші деген ғой. Екі бөлек. Әлеуметтік қызметкер ол мемлекеттік мекемеде кәдімде еңбек шартымен жұмыс қызмет ететін, коммуналдық мемлекеттік мекемеде жұмыс істейтін азаматтық қызметкерлер болып табылады. Ал жеке көмекшілер бұл мүгедектігі бар бірінші топта, жалғыз басты ма, жалғыз басты емес па, оған қарамай. Бұл жерде портал арқылы жеке көмекші мен мүгедектігі бар тұлға арасында келісім шартқа отырады. Осы келісім шарт арқылы біз міндетті түрде ол кісілерге төлемдер жүргіземіз. Пенсия жаңағы жарналары, міндетті зейнеткерлік жарналар олардан, салық үстемесін міндетті түрде осылар ұсталынады, бірақ бұлар жеке көмекшілер басқа. Олар немен айналысады сонда? Жеке көмекшілер тек қана жанында ілесіп жүреді. Ілесіп жүру, көмектесу. Бұрын анықты нелер болатын, тізімі болатын, ол жанында А пункттен Б пунктіне, Б пунктіне, А пункті дейді. Олар тамақтандыру деген онымен міндетті емес. Не істесе де көмектесу, жеке көмекші қызметін алу. Сол үшін біз төлемді жүргіземіз. Ол сыртқа шығады, мысалы үшін, неге дәріханаға апарама, немесе оны жаңағы емханаға апарама, бізге қандай да бір неге қызмет алуға келеме, или басқа прокуратура, сот, басқа бір жерлерге. Жеке көмекшісі бар адамға әлеуметтік қызметкер тағайындала ма? Ондай не жоқ, шек жоқ. Жеке көмекші де болуы мүмкін, әлеуметтік қызметкер де болуы мүмкін ба бір адамда? Бірақ әлеуметтік қызметкер аптасына 2-ақ рет барады, сол 2 сағат барған уақытта жеке көмекші ол сағатқа жаңа есепті тапсыра алмайды, өйткені біз әлеуметтік қызметкердің қызметі көрсетілді. Жеке көмекші бірге тұру керек па, әлде жұмыс уақытында ғана ма? Міндетті емес жеке көмекші бірге тұру. Яғни туысқандары болуы мүмкін, туыс емес адамдар да болуы мүмкін. Міндеттелмейді, екеуі екі бөлек қызмет. Тамағын жасап береді, үйіне уборка жасап береді. Сондаймен де айналысасыздар, иә? Суға түсіреді, тырнақтарын алады, киімдерін жуып өтектеп береді солай. Енді педагогикалық қызмет бар дедіңіз, сол туралы айтыңызшы. Педагогикалық қызмет дегеніміз ол жаңағы мүмкіндігі шектеулі 18 жастан асқан балалармен мүмкіндігі шектеулі балаларға барады. Біздің әлеуметтік қызметкерлер жаңағы оқу, мысалы сал балалар көп қой бізде, соларға қасықты ұстату, аяқ киімін бауын байлау деген сияқты
жаңағы ермек сазбен жұмыс жасау, түрлі түсті қағазды қалай ұстап, оны клейлеу деген сияқты сондай жұмыстарды үйретеді. Сосын жаңағы сабағында ептеп жасайтады енді. Ол кісілер енді былай не деп айтуға болды ол кісілерді? Үйде отырып қалмас үшін сабақ үйретеді. Біздің әлеуметтік қызметкерлер жаңағы нулевой класс дейміз ғой, сол кездегі мерекелік іс шараларды мысалы жаңағы жасатып үйретіп. Академиялық сағат бар балаларға үйрету. Бір айта кететін бізде таза педагогикалық деп аталмайды, біздің қызметтердің барлығының алдында әлеуметтік деген не бар? Әлеуметтік педагогикалық. Яғни әлеуметтендіру, ортаға жақындату. Әлеуметтік педагогикалық, әлеуметтік медициналық, әлеуметтік психологиялық. Енді психология мен медициналық тіркес бар. Міндетті түрде әлеуметтік деген тіркес бар. Өйткені әлеуметтендіру мақсатында ол таза педагогикалық болып кетпейді. Яғни әлеуметтендіру ортаға кіріктіру мақсаты. Енді бізде бұл сіз Қазбек би атындағы аудан, енді біз Әлихан Бөкейхан атындағы ауданның дәл осындай үйде қызмет көрсету орталығы. Қандай ерекшеліктеріңіз бар сіздердің? Жаңа айтылып өткеннен басқа. Бәрі сол, тоже қызметтер барады үйлеріне, қызмет көрсетеді. Бізде бірінші, екінші топтағы мүгедектер де бар, жалғыз басты тұратын. Ол кісілерге де қызмет жасайды, әлеуметтік қызметкерлер. Қандай шаралар өткізесіздер? Сіздерде ауданда көп шығар ондай азаматтар, Бізде 956 адам қызмет алады. Екі ауданда бірдей ғой, Бірдей, екі ауданда бірдей. Бірінші, екінші топ мүгедектігі бар адамдар және қарт кісілер бізде 720. 18 жасқа толған психоневрологиялық ауытқулары бар адамдар, олар 80 адам. Ал балалар, мүгедектігі бар балалар, және психоневрологиялық аурулар бар балалар, олар бізде 156 бала. Олар туыстармен, ата-аналармен жұмыс жүргізесіздер ме? Жұмыс жасайды. Олардың опекундары бәрі, қызмет алушылардың опекундары бәрі бар қастарында өздері. Өте жақсы. Енді бізде 2 жыл болды жұмыспен қамту бөлімі жанынан белсенді өмір сүру орталығы деген мекеме ашылды. Ол немен айналысады? Кім белсенді өмір сүріп жатыр? Белсенді өмір сүру орталығы 22 жылдан бастап жұмыс жасап келе жатыр. Бізде белсенді зейнеткерлер орталыққа қатысады, яғни орталықтың басты мақсаты жаңа аға буын өкілдері құрбы отырып қалмай, күнделікті өмірін тиімді өткізу және өмір сүру сапасын арттыру мақсатында ашылған болатұғын. Енді Қарағанды қаласы бойынша бізде 5 филиал бар. Соның Әлихан Бөкейхан ауданы бойынша Пришахтинск мәдениет үйінде және Сұрыптау станциясында мәдениет үйінде және Жаңа Майқұдық мәдениет үйінде орналасқан. Сонымен қатар Қазбек би ауданы бойынша орталық саябақта спорт лайн спорт кешенінде біздің осы қала тұрғындарының зейнет жасындағы тұрғындарға арналған орталық ашылған. Сонымен қатар Тәттімбет 709 қазір бүкіл халыққа танымал Арлан Моторс деп аталып кетті ғой, сол екінші қабатында біздің оңтүстік шығыс. Не істейді сонда қарттар сіздерге барғанда, немен айналысады? Бізде 23 жылы 14 қызмет түрін көрсетсек, қазір 27 қызмет түрін көрсетіп жатырмыз. Бізде денсаулығын жақсарту бағыты бойынша, сонымен қатар білім саласы бойынша, сонымен қатар мына Қарағанды қаласындағы кез келген мәдени іс-шараларға қатысады. Жалпы біздің белсенді зейнеткерлер өзінің ішінде тұнық болған өнерін, шекара жоқ қой өнерде. Сол өздерінің білімін, яғни олар спортпен айналысады. Спортпен айналысады. Ансамбльдер құрып, шаралардың барлығын. Бізде сонымен қатар бізде мәдениет басқармасымен бірге театрларға, кинотеатрларға, тағы да шалқыма концерт залына кез келген іс-шараларға билеттер бөлінген тегін түрде. Сонымен қатар біз биыл хайуанаттар бағы дейміз ғой, зоопарк, сол жермен келісімшарт жасадық. Айына 1 рет біздің қызмет алушылар барып тұрады. Сонымен қатар ағымдағы жылы экскурсияға шығарып тұрамыз. Биылғы жылы біз керемет Қарқаралы ауданына жіберіп жатырмыз. Қазіргі таңда ұлттық 1 реттік барып келді. Бұйырса алдағы уақытта тағы да 2 мәрте апарамыз ба деген ойдамыз. Бюджет есебінен, бюджет есебінен барлығы мемлекеттік сатып алу бағдарламасымен жүзеге асып жатқан дүние. Енді бізде небәрі 4-ақ құжатпен келуге болады.
барлық 27 қызмет түрі тегін. Ең бірінші жаңа зейнетке шыққан жөніндегі кітапшасының көшірмесі. Екінші жаңа амбулаториялық карта дейміз ғой, форма 27. Үшінші бізде жаңағы психоневрология тіркелген, тіркелмеген жөнінде анықтама керек. Төртіншісі бізде жаңағы флюорографиядан өткен, өтпеген жайлында анықтама әкелсе, осы 4 құжатпен кез келген зейнет жасына шыққан аға буын өкілдері біздің орталыққа өздерінің тұрғылықты мекен жайы бойынша қатыса алады. Бізде осы 9 ай бойы 377 іс-шара өткізіппіз. Біз 1 қазан қарттар күніне байланысты үлкен мерекелік концерт бердік. Біз енді жалпы жоспарымыз көп, бұл жас орталық болғандықтан қазір күнделікті біз жоспарларымызды арттырып отырамыз. Жалпы орталық бізде көңілді, бізге зейнет жасындағы адамдар жұмысқа келгенде келіп қатысып, өздерінің жаңағы сөзімнің алдағы сөзімді айтқандай, іштегі жаңа тұнып қалған өнерін, болмаса тағы да бір қабілеттерін, қырларын шығарып жатады. Енді жалпы бізде төлемақы беру, жеңіл жәрдемақы беру, үйде қызмет көрсетуден бөлек, біз осы тұрмысы төмен отбасыларды еңбекпен қамтуымыз керек қой, осы мәселесінде қандай мониторинг жасап жатсыздар? Осы жылға келсек, өңірлік Қарағанды облысы бойынша, жоспар бойынша Қарағанды қаласында 18 мыңнан астам адамды жаңағы неше түрлі жұмыспен қамту шараларымен қамту жоспары бар. Қазіргі 9 айдың итогына келсек, бізде 12 мыңдай уже адамдар қамтылды. Соның түрлеріне келсек, ол жаңағы бос жұмыс орындарымен қамтылып жатыр. Жұмыс берушілер бізге массамтық орталыққа ай сайын жаңағы бос жұмыс орындарын беріп тұрады. Сол бос жұмыс орындарына тұрғызып жатыр. Одан басқа бізде әлеуметтік жұмыс орындары қарастырылған, қоғамдық жұмыстары қарастырылған, кәсіптік оқытуға жібереміз. Жастарды жаңағы алғашқы жұмыс орны деген проект бар, соған тұрғызып жатыр. Одан басқа да жаңағы ярмарка өткіземіз. Бос жұмыс орындарын ярмаркаларын қалалық мансап орталығымен бірлесіп, 9 айда біз где-то 10 ярмарка өткіздік. Бос жұмыс орындарын жәрмеңкесі өткіздік. Осындай жұмыстарды атқарып жатырық бірлесіп. Одан басқа біз шетелден келген еңбекші азаматтарға жаңа мемлекеттік қызмет көрсетеміз. Ол жаңағы Өзбекистан, Тәжікистан, сосын Азербайжаннан келген азаматтарда рұқсат береміз. Осы Қарағанды қаласының жеке тұлғаларының жаңағы үйлерінде қызмет көрсету үшін бізден рұқсаттама алады. Оны біз көші-қон миграционный полиция дейді, сонымен бірлесіп осы мемлекеттік қызметті көрсетіп жатырық. Дегенмен енді бізде атаулы әлеуметтік көмек беріп жатырмыз, бір жолға төлемдер беріп жатырмыз. Енді бұл қиындықтан барлығын алып шығу керек деп жатырмыз. Соның бірі жаңа жұмыспен қамту, екіншісі бизнес ашуға арналған гранттар. Қандай грант түрлері бар? Осал топқа арналған гранттар туралы айтыңызшы. Қайтарымсыз гранттар бар. Осы Қарағанды облысы бойынша 183 грант бөлінген болатын. Қазіргі таңда 178 грант бөлінді. Бұл жұмыссыз азаматтарға берілетін грант, Бұл барлық жаңағы осал топтарға берілетін гранттар. Бұнда жаңағы көпбалалы отбасылар алалады, атаулы әлеуметтік көмек алушылар алалады, мүгедектігі бар азаматтар, көшпенділер, то есть оңтүстік өңірден көшіп келген переселенцы дейді, көшпенділер, қандастар және отбасында мүгедектігі бар баласы болса, сол кісілер қатыса алады бұл грантқа. Яғни бізде мемлекетте әлеуметтік осал топқа арналған қаншама қызмет түрлері бар екен, қарап отырсақ, мемлекет тарапынан жеткілікті көмек жасалуда, яғни жұмыспен қамту болсын, бір жолғы төлем болсын, санаторий болсын, құрал жабдық болсын, грант болсын, сондай өте үлкен жағдайлар жасалуда. Сосын көбінесе жұмысқа тұруға байланысты субсидия алатын орындар айтты, жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны, қоғамдық жұмыс, енді оның барлығы жұмыс ретінде тіркелгендерге, енді жаңадан бір жұмысы бар азаматтарға да арналған жұмыстап жобасы туралы айтыңызшы. Жұмыстап жобасы осы биылдан бастап іске асқан болатын. Жаңағы халықты жұмыспен қамту және
табысын арттыру мақсатында қазіргі таңда 173 адам бізде оқып сертификат алды. Әртүрлі мамандықтар бойынша 48 мамандықпен оқытылады. Оқу уақыты 5 күннен 30 күнге дейін. Қазіргі таңда 63 адам оқып жатыр. Ол үшін қалада міндетті түрде тіркеуде тұру керек па? Міндетті түрде емес, өтініш білдіреді. Бізде қазір осы Қарағанды және Теміртау қаласы бойынша консультационный центрлар бар. Ол жаңағы Тайыр сауда үйінде, Ұмай сауда үйінде және Теміртауда орталық рынокта, орталық базарында орналасқан. Сол жерге жүгінсе болады, және колл-центр бізде 1442 номеріне жүгінсе болады. Бізде негізі жергілікті өкілетті органның шешімі бойынша Қарағанды қаласының бюджеті арқылы жаңағы әлеуметтік маңызы бар ауруларға шалдыққан тұлғаларға көрсетілетін көмек түрлері де бар. Яғни 3-ші, 4-ші дәрежедегі онкологиялық науқастарға біз бір реттік көмек көрсете аламыз. Және жаңағы өрт болған жағдайда немесе қандай табиғи су апаттары зал келген жағдайда материалдық көмекті көрсету. Яғни үй өртеніп кеткен азаматтар сіздерге жүгініп бір реттік қанша теңге көлемінде материалдық көмек алады? Бүгінгі күнде 150 айлық есептік көрсеткіш көлемде қойдық. Яғни бұл 500 мыңнан асады жаңағы өрт болған жағдайда. Ал қандай да бір әлеуметтік маңызды аурулары бар тұлғаларға жаңағы көмек көрсету ол да қарастырылған. Бір есепті көрсеткіш, яғни бұл күнкөріс деңгейіндегі көлемде көрсеткішті көрсете аламыз. Ал жаңағы 3-ші, 4-ші онкологиялық аурулар бар тұлғаларға табысын есептемей-ақ осы бір күнкөріс деңгейінде көмекті. Оны өздеріңіз аударасыздар, иә? Бізге кеп өтініш білдіреді. Осы көмек түрін айта кетеді. Өтініш негізінде ма, өздеріңіз аударасыздар ма? Өтініш негізінде көмек көрсетеміз. Сосын жаңа бірінші топ мүгедектігі бар тұлғалар қандай да бір санаторийға ем алуға барған жағдайға, соған бірге ілесіп жүрген адамға да біз материалдық көмек көрсете аламыз. Сол путевканың көлемінде, иә. Енді жақында жылдың басында Қарағанды қаласында отбасын қолдайтын мемлекеттік мекеме ашылды. Сол туралы айтып өтіңізші. Отбасын қолдау орталығы жалпы барлық отбасылар үшін ашылған консультативтік түрде бір терезе қағидасында қызмет көрсететін орталық болып табылады. Бұл Чкалов көшесінде 7-ші үйде біздің әлеуметтік қызметтер орталығында орналасқан. Басты мақсатымыз мынау отбасын қолдау, отбасын нығайту, ажырасуларды азайту деген сияқты. Осындай енді бүгінгі қоғамда ол бастапқы негізгі проблемалардың біріне келе жатыр ғой. Және өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларға қандай да бір заңды түрде жәрдемақысын тағайындау, кезектерге тұру, оның ішінде тұрғын үй алу кезегі, балабақшаларға тіркелу, мектептерге тіркелу сияқты көптеген консультативті көмектер, кеңестер алу үшін отбасылар үшін ашылған орталық болып табылады. Қызметке мұқтаж болған жағдайда біз осы байланыс телефонын көрсетеміз. Байланыс телефондары арқылы жүгіне аласыздар. Бүгінге 3 мыңнан астам адам осы қызметті алған. Отбасы орталығы енді бастап келеді, жұмысын ары қарай жалғастырмақ. Сосын зорлық-зомбылық құрбандарымен жұмыс істеу, мобильді топтар туралы айтып өтсеңіз. Осы орталықтың ішінде мобильдік топтар, яғни мобильдік топтарға кімдер кіреді? Дәрігерлер, полицейлер, әлеуметтік қызметкерлер, білім және денсаулық сақтау басқармасының өкілдері, яғни осындай қандай да бір тұрмыстық жағдайда зорлық-зомбылыққа тап болған отбасылар болса, осы орталық арқылы жаңа мобильдік топтар анықтай ма, немесе полициялы өзі жеке анықтай ма, немесе қандай да бір әлеуметтік желілер арқылы, немесе орталыққа жүгінген жағдайда осындай тұрмыстық зорлық-зомбылық белгілері бар әйел адамдар ма, осы отбасылар ма, оларға жеке жаңағы тұрғын үйді аштық. Осындай қызметке мұқтаж жандар осы орталыққа бағыналады. Әлеуметтік қолдау кедейшілік пен теңсіздікке қарсы тиімді құралдардың бірі. Әлеуметтік кодекс қабылданғалы бері осы салада оң өзгерістердің болып жатқанын байқадық. Сіздермен бірге болған Ләззат Қожахметова, амандықпен кездескенше.